Саламатсыздар ма? Қайырлы күн жиылған көпшілік. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті филология факультетінде өтіп жатырған ғылыми әдістемелік айдағы шаралар жоспарына сәйкес сол факультеттің бір топ әдебиетшілері бүгін қаламыздағы әдебиетшілер аллеясында бас қосып тұрмыз. Бас қосуымыздың негізгі мақсаты поэзия минуттарын өткізбекшіміз. Бәріңізге сәттілік тілейміз. Мұқағали Мақатаев. Ей өмір, дүниенің ағында қарасында мыңқ етпейсің, қабылдап аласың да, қарасымен шамаң жоқ таласуға. Ей өмір, зымырап барасың ба, жер мен көктің желпініп арасында, желігесің түсесің қарасуға. Құйын қуған қаңбақтай аласұра. Ей өмірім, зымырап барасың ба, мен отырмын теңіздің жағасында, бересімде жоқ оған аласымда, мені тастап толқындар ағасың ба, толқынданып өмірім барасың ба, шаң шығарып ізінен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған. Сыйын маған, ей өмір, сыйын маған, сыйың далам мен сенің бұйырмаған. Төлеген Айбергенов. Өмір. Өмір деген көк мұхиттың толқыны, бір-бірімен жатқан шулап жалғасып, бір-бірімен жатқан тулап арбасып, о толқындар арпалысып алғашық. Өмір деген пәк жаралған махаббат, ғашықтықтан жарқылдаған көздері, ұғынбайтын өз ойынан өзгені, өз жүрегін өртейтұғын өздемі. Өмір деген мәңгі гүлдеп жататын, құштарлықтың толғағы мен көктемі, ешкім оған қоя алмайды нүктені. Өмір деген сөйлемеміз өйткені. Төлеген Айбергеновтың ойлай бермені. Тағатсыз күткен ыстығын, жаралы хал ғой ғашық хал. Кейсандық көрсең бір тілін, мені ойлап бар да, басып қал. Тек қана көзге жас алма, ойлай бер мені күніге. Махаббаттардың қашанда ойламау жеткен түбіне. Жаныма қабең жақын боп, жүректе бүгін сыздау көп. Мен болсам кеттім ақын боп, азырақ бақытсыздау боп. Жолығар болсам қайтамен, сағыныш толы сол жақпен, бәрінде саған айтар ем, жалғыз ақ тамшы моншақпен. Төлеген Айбергенов. Ана. Арманынды ақтармын ба жүрегімде тербесем, айға сіңлі, қарындассын қасиетті жерге сен. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем. Сенді қуат мың есе артық жердің тарту күшінен. Сұлу әлем сұлу сен жаратқан адаммен, көк жолының қарсылығын қағып тастап барам мен. Сенді қуат болар бәлкім басын иді көк маған, әр кез сенен туғанымды есіме алсам тоқтаман. Отрывок из поэмы Лермонтова «Тамбовская казначейша». Портрет Авдотьи Николаевны. И впрямь Авдотья Николаевна была прилавковой гусаром. Идет, бывало, гордо, плавно, чуть тронет землю башмачок. В Тамбове не припомнят люди такой высокой белой груди. Бела как сам, так нежна, что жилка каждая видна. Казалось, для нежной страсти она родилась. А глаза, ну что такое бирюза, что небо? Впрочем, я отчасти поклонник голубых очей и не гожусь в число судей. А этот носик, эти зубки, губки, два свежих розовых листа, а перламутровые зубки, а голос нежный, как мечта. Она картавно говорила, нечисто «р» произносила, но этот маленький порог, то извинить бы в ней не мог. Бір тойым болатыны сөзсіз менің, дәл қай күні екенін айта алмаймын, бірақ ешкімді де билетпей қайтармаймын. Онда ортаға тасталар ұран сондай, қайта алмайды қартыңды бір ән салмай, 25-тің бәрінде сабылдыртам,
кемпірлерге қыз күнін сағындыртам, сәбилерге ағаны гүлге темін, жеңгейлердің толтырам гүлге тегін, бәйгі берем жығылған палуанға да адалдығы сезіліп тұрар болса, қыз қуатын жігітке ат беремін, жанам деген жүрекке от беремін, мен әйтеуір баршыған тергенімді бір тамаша той қылып өткеремін. Біздің үйді сол күні беткал қауым, нысанаға қуаныш тоқталмауын, мен бұл тойдан тілеймін жылап тұрып, қазанымда бір асым ет қалмауын, мен сөйтіп баршаңнан бір сілкінемін, мен сөйтіп рахаттанып бір күлемін, кім білсін талай күнгі арманым ед, мәңгілік тарқамауы да мүмкін оның. Қадыр Мырзалиевтің өлеңі. О тіршілік, не берсең де арнап бер, алтын балық ілігетін қармақ бер, бақыт бер де бармақтай сол бақытты, басып тұрар батпандай бір салмақ бер. Және дос бер айтқанымды мақұл дер, жүйрік бер де соған шыдар тақым бер, мен жазбаған, жұрт жазбаған жыр сыйла, жүректерге сонығатын ақыл бер. Мені күтіп тұрсын алда биіктер, шапағатты шуағыңды құйып көр, абырой мен даңқыңды да аяма, және соған майыспайтын иық бер. Осы поэзия минуттарының аясында мен қазақтың ұлы ақыны Абайдың көңіл-күй лирикасының асқан бір шыңы болып табылатын «Адамның кейбір кездері» деген өлеңін оқып берсем. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса, сылдырап өңкей келісім, тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін тұра алмас әсте жуынбай. Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан көңіл ашар көз, қуатты ойдан басқырап, еркеленіп шығар сөз. Сонда ақын белін бұғынып, алды-артына қаранар, дүние кірін жуынып, көрініп ойға сөз салар. Қыранша қарап қырымға, мұң мен зарды қолға алар, кектеніп надан зұлымға, шиыршық атар толғанар. Әділет пен ақылға сынатып көрген білгенін, білдірер алыс жақынға солардың сөйле дегенін. Ызалы жүрек долы қол, улы сия ащы тіл, не жазып кетсе жайы сол, жек көрсеңдер өзің біл. Сүй жан сәулем, тағы да сүй, тағы да. Жылы, тәтті, у тарады қаныма. Бұл ләззаттың бір минутын бермеймін, патша тағы бүкіл дүние малына. Шашың қара, денең ақ бұлт, жүзің ай, тісің меруерт, көзің сәулем құралай. Ләззат, рақат, бақыт бәрі қойныңда, сұрамаймын енді ұжмақ жақсы жай. Сүй жан сәулем, тағы да сүй, тағы да. Жылы, тәтті, у тарады қаныма. Жасағаннан бірақ нәрсе тілеймін, өтпесе түн, атпаса екен таңы да. Ақын Мұхтар Шахановтың Ғайша жеңге дейтін өлеңін оқып беремін. Жеңіс мерекесіне санаулы күндер қалды. Ақынның өлеңіне өзек болған Ғайша тағдыры Екінші дүниежүзілік соғыстағы қазақ әйелдерінің көпшілігіне тән қасірет еді. Ғайша жеңгей сүйген жарын аттандырды майданға, сүйген жүрек серттен оңай тайған ба, соғыс бітті, ал күйеуі келмеді, 3 жыл күтті, 5 жыл күтті, өлді деген суық сөзге сенбеді. Тұман қорап тілекті, тағы 4-5 жыл өтті. Тәтті арманын көңіліне тоқ санап, күте берді, сағат санап, сәт санап, кейде аусар тағдырынан ала боп, көкірегінде маздап, ұйтқып жанады от. Тым болмаса Құдай-ау, алданышқа отыратын бала жоқ. Артса үміт, бір күннен соң бір күнге, жалғыз жанға жараспайды күлкіңде, болмады ғой, болмаған соң ақыры, көрші қартқа ерге шықты бір түнде.
сол түн тыныш ұйықтады. Жаңа үмітін жағып бір, кеудесіне қанағаттан тағып күл. Ал таңертең арман болған күйеуі терезені қағып тұр. Ғайша сорлы күйіп кетті, бұл қорлықты көргенде тастай қатып қалды түн үнсіз, естен тана үдеріп, сонан кейін шашын жайып жіберіп, күйеуінің аяғына құлады. Құлап жатып, ағыл тегіл жылады. Жылап жатып, зарлады. Өзін өзі жерге соғып қарғады. Махаббаттың құм секілді мінезі жоқ сырғыма. Ғайша кенет орнынан сүйретіліп тұрды да, бір ғана ойға табан тіреп түбірлі ту еңісте тасып жатқан долданып, асау ақсу өзеніне жан ұшыра жүгірді. Бағаласаң махаббатты бағала, бағаласаң махаббатты бағала. Сәлден кейін сорлының орамалы жатты ғана жағада.